Каналымызға қош келдіңіз. Бүгін осындай хит болып жатқан 2025-тегі трендтегі пирогты бірге жасайық. Өте оңай, дәмі зор болып шығады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Ұнға сливочный масланы қосып, қолымызбен езіп, үстінен какаоны қосамыз, разрыхлительді қосамыз. Қантты қосып, бір жұмыртқаны қосып, қамырды елейтін боламыз. Бұндай песочный қамыр универсальный болып келеді. Үстіне әртүрлі начинкамен жасап, әртүрлі пирогтарды пісіруге болады. Енді осы қамырды формамызға жайып салайық. Астын стақанмен тегістесеңіз болады. Мына дайын болды. Енді начинкасын жасайық. Бізге керегі қаймақ, қант, кукуруз крахмалы, 4 жұмыртқаны қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді басты ингредиенті ол орео печеньясы. Жақсылап үгітеміз. Тым майды үгітіп жібермеңіз. Бізге 4-5 печеньядай жеткілікті. Осы начинкамыз дайын болды. Үстінен құйып, әсемдік үшін үстінен орео печеньясын бүтіндей қоямыз. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста 35-40 минутқа қоямыз. Үстіндегі салмасы қимылдамай, уже пісіп тұру қажет. Пісті деп содан байқайсыз. Мына пирогымыз осындай болып, өте керемет болып шығады. Бұны мен қонаққа апардым. Сол жерде турап көрсетемін. Қандай керемет, өте дәмді пирогтың бірі болып шықты. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Дәл осы пирог сізге қатты ұнайтынына сенемін. Бұл пирогтың диаметрі 26 сантиметр. Бұл пирогты заказға да пісіруге болады. Өте керемет табысты пирогтың бірі. Ал сізге видео ұнаса, осы видеомен бөлісуге ұмытпаңыз. Осымен пирогымызды турап көрсетейін. Әбден суытып кескен дұрыс. Бұл жерде менде сәл суымаған пирогты кестім. Мұны осындай өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бұл видеоның дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналда дамытайық бірге. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.